Ал енді біз сметаны пирог жасаймыз. Бірінші тестасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, қант және де сары май немесе маргарин қолдансаңыздар болады. Мен щедрое лето маргарин қолданып жатырмын. Және де ұн и разрыхитель қажет болады. Осылардың барлығын енді біріктіріп шығамыз. Бұл жерде теста жалпы пирогтың размері 30-40 болады. Ең бірінші қант пен жұмыртқаны миксерлеп аламыз. Бұны қолдың венчигімен де жұмыс жасауларыңызға болады. Яғни әппақ болып 2-3 есеге көпіріп ұлғаюдың қажеті жоқ. Тек қана жұмыртқа мен қант біріксе болғаны. Бірақ мен миксермен жұмыс жасап жатырмын. Маған осылай ыңғайлы. Сол себептен өз қалауларыңыз бойынша жасағандарыңыз дұрыс болады. Енді осының үстіне ерітілген сары майды құямыз. Барлығын құйып, және де тағы да кішкене миксерлеп жіберуімізге болады, барлығы бірігу үшін. Бұл пирогты да жасаған кезінде размерлерін өз қалауларыңыз бойынша өзгертулеріңізге болады. Ол үшін тестасын бөлек есептейсіздер, ішіне салатын начинкасын бөлек есептеп шығаратын боласыздар. Және де пирогтың формасында өзгертулеріңізге болады, яғни домалақ қылып та жасасаңыздар өте керемет болып шығады. Енді осының үстіне ұн мен разрыхительді салып, мен миксерлеп жібердім, ал сіздер қолмен жұмыс жасасаңыздар да болады. Яғни біз жұмсақ қамыр илейміз. Осы жерде ескерткім келіп отыр, қыздар ингредиентті қанша грамм ұн десе, содан артық ешқашан салмаңыздар. Яғни 30-40 размерде 550 грамм деп жазылып тұрса, сол 550 грамм ұнды ғана саласыздар. Егер одан артық салып қоятын болсаңыздар, қамырларыңыз піскен кезінде қатты болып қалады. Ал бізге піскен кездің өзінде де жұмсақ, және де қазір илеген кездің өзінде де жұмсақ қамыр шығуы қажет. Көріп тұрғандарыңыздай, осынша болғанға дейін мен миксерлеп аламын. Одан кейін арғарда қолыммен біріккенше жұмсақ қамыр илеп шығамын. Құрамында сары май болғандықтан қамыр өте жұмсақ және де қолға жабыспайтын болып шығады. Бізге осындай болса жеткілікті. Және бұны пісірген кезінде жұмсақтығын сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Өте күшті болып шығады. Міне видеодан қарап тұрсаңыздар да қаншалықты жұмсақ екені көрініп тұр. Енді осыны салафанға салып, холодильникке 35-40 минутқа қойып қоямыз. Сол кезде бұл қамыр сәл қатайып, қазір біз бұдан форма жасаған кезінде жұмыс жасау үшін ыңғайлы болады. Қатып тұрған қамырды осылай үгітіп салып алдым, барлық жеріне жайып, одан кейін бортигін жасап, арғарада оқтаумен жайып шықтым. Әдеттегідей қамыры жұқа болу қажет, және де бір келкі қылып жайып шығасыздар. Бұл жолы мен вилкамен барлық жерін тесіп шығуды ұмытқан жоқпын. Сіздерге де ұмытпауға кеңес берем. Сметанный пирогтың начинкасын жасаймыз. Ол үшін қант және де міндетті түрде кукуруз крахмалын, жұмыртқаны салып араластырамыз. Бұл жерде кукуруз крахмалын қолдану маңызды, картоп крахмалын қолданбаймыз қыздар. Естеріңізге сақтап алыңыздар. Осының барлығын жақсылап араластырып, үстіне қаймақты саламыз. Қолданатын қаймақ сапалы және де 20%-тен төмен болмауы қажет. Өйткені начинкасы дұрыс шықпай қалады. Енді осыны жақсылап венчикпен бір келкі консистенция болғанға дейін араластырамыз. Начинкасы дайын болды. Енді біз осыны қамырдың үстіне құямыз. Өздеріңіз видеодан көріп тұрғандарыңыздай сұйықтау болады. Сол себептен өзі ары-бері противенді жылжытсаңыздар, бір келкі болып жайылып шығады. Қыздар, сіздерге тағы да бір күшті кеңес айтқым келіп отыр. Творожный пирог болсын, сметанный пирог болсын, егер де үстіне 100-150 грамм ягоды қолданатын болсаңыздар, пирог вообще керемет болып шығады. Сол себептен сіздерге мен екі вариантында көрсетіп жасадым. Кез келген қатырылған неше түрлі ягодыларды қолдануларыңызға болады, тіптен микс жасауларыңызға да болады. Енді осыны алдын ала қыздырылған 180 градуста жоғары асты режимінде 20-25 минут пісіріп аламыз.
Піскен пирогты суығаннан кейін бірақ кесеміз. Әйтпесе ыстық күйінде кесетін болсаңыздар, үстіндегі начинка пышаққа жағылып, мүлдем құртып алатын боласыздар. Сметанный пирог творожный пирогтан қарағанда тіптен дәмдірек болады, және де жей бергілеріңіз келеді. Шаймен жегенге арналған ең керемет пирогтардың бірі. Және де үстінде ягоды болғандықтан тіптен ауызда ерейтіндей дәмді. Бұл жол сіздерге жасаңыздар деп кеңес бермей қояйын, бірақ сонда да жасайтындарыңызға сенімдімін. Ас болсын.